Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді көрермен қауым. Бұл Аладоп YouTube арнасы және оның жүргізушісі мен Ермұхамед Мәулен. Әдеттегідей қазақ футболында болып жатқан қызықты оқиғаларды, соңғы жаңалықтарды барлығын сараптап сіздердің назарларыңызға ұсыну біздің парызымызға және әдетімізге айналып кеткендей еді. Сол секілді кезекті бір қызықты бағдарламаны назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін бір ерекше подкаст болғалы тұр біздің YouTube арнамызда. Күні кеше өздеріңіз білесіздер, 2-3 жаңалық болды Қазақстан футболында, соның барлығына тоқталып өтеміз. Бұл Қазақстан ұлттық құрама командасындағы қазір мына бапкер ауысуы, Талғат Маролы Байсофиновтың баптауымен Қазақстан құрамасының 4 ұпай алуы, Қазақстан футбол федерациясында болып жатқан жаңалықтар және Македониямен болған матчты кішігірім талқылап өтсек деген ойдамыз. Және бүгін студиямызға енді біз әдеттегідей күнделікті футбол комментаторлары, спорт эксперттерін шақыра беруші едік. Бұл жолы нағыз сол футболдың ішінде қазанында қайнап жүрген мамандарды шақырған жөн санадық. Сонымен бүгінгі бағдарламамыздың қонақтары Ерлан Жарылқасынов, Қазақстан мини-футбол федерациясының президенті, мінекей, Әділбек Бәсекеев, сол федерацияның вице-президенті және жалпы әуесқойлар лигасы футбол айналасындағы амбассадор десек те болады, Нұржан Бейсенов мырза келіп отыр. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Қайырлы кеш. Енді кешегі матчты көрдіңіздер ме? Жалпы Македонияға қарсы кездесу қандай баға бересіздер енді? Енді кеше көрдік, бірінші таймда өздері ұтып тұрған нәрсені гол соққан көрдіңіздер. Өте әдемі соққы болды. Сол 1-0 стаямағаны ең соңғы минутта жіберіп қойды. Иә, айыпдобынан кіріп кетті. Енді жалпы Нұреке, мынау Талғат Маролы Байсофиновтың бас бапкер болғаны қандай жалпы пікірдес? Оның орнына Массимо Каррера келеді дейді, шет елдік мамандар келеді деген инсайттар бар. Негізі ол кісіге өзім көзқарасым жақсы, ол кісіні танимын, жақсы танимын. Оның үлкен жоғары дәрежеге маман екеніне көзіміз жеткен. Ол кісіні бәрі футболшылар, футбол маңайында жүрген азаматтардың бәрі сыйлайды, құрметтейді. Бірақ енді мына ол кісінің көп жерде мен ойлаймын сөз өтпейді-ау деймін. Әсіресе мынау шиновниктердің арасында футболдың қасында жүрген білгіштердің, функционерлердің қайта жұмыстан шығарып жібере береді дейсіз ғой. Біресе шығарады, біресе шақырып алады деп па. Сол себептен бізге шетелден келген маман керек шығар деп ойлаймын. Кезінде мысалы Ресей құрамасында Гус Хидинг андай дәрежеге жеткізді. Ол кісілердің сөзі өтімді, ол кісілердің талабы орындалады. Сұрағанын береді деген сияқты. Сол себептен мен ойлаймын, құрамамыз мысалы кешегі ойынға қарап отырсақ, құрамамыз жаман емес. Талпынып тұрған, жанып тұрған азаматтар көп, шеберлі азаматтар көп, жастар өсіп келе жатыр, Құдайға шүкір. Сондықтан енді бір жақсы бір басшы керек. Егер де мысалы мына өзіміздің Байсофинов ағамызды мырзаны кішкене еркіндік беріп ол кісіге сол кісінің карт бланш сұрағанын орындап берсе, бұл кісі де біразға дейін команданы тартуға мүмкіндігі бар. Апару мүмкін, дұрыс айтасыз. Енді мынау футболдың айналасында, мынау федерацияда болып жатқан оқиғаларда біз енді саяси жағдайлар ғой, барлығы да қазақ футболына әсер ететін жаңалықтар. Сол мынау соңғы кездері мынау Қазақстанда мини-футбол федерациясы құрылды дегенді естіп, мінекей сіздерді бүгін арнайы қонаққа шақырып отырмын. Осыған байланысты Әділбек мырза, сіз қандай жаңалық айтасыз? Жалпы ол рас па, бар ма, федерация құрылған ба, ол қалай жұмыс істейді, соған тоқталып өтсеңіз кішкене. Рахмет шақырғаныңызға. Шынында да мынау 2023 жылдан бастап біз мынау ЛФ деген біздің лига бар. Сол 16 жыл жұмыс істеп, осындай дәрежеге шығарып, жоғары деңгейге уже федерация ашып, шағын футбол федерация ашып, сондай бір бәрін бүкіл өңірлердің ақылдасып, сондай федерация ашып отырмыз қазір. Сол шағын футболды дамыту үшін. Негізінде біздің жаңағы лига любителей футбола деген соның несі болды. На основании сондай негізінен қалаған лига любителей, мынау Ерлан біздің бауырымыз ашып жүргізіп жатыр, уже 16 жыл болды. Соның енді ары қарай жаңағы чемпионат, жаңағы премьер-лига, жаңағы шағын футболдан, сосын тағы балдар арасында тағы да үлкен жаңағы жобалар іске асыру үшін сол біз федерацияны аштық. Сонда мынау расын айтқанда мен де өзімде осы әуесқойлар лигасы, енді қысқартып айтқанда ЛФ дейміз ғой, бүкіл Қазақстанда бар. Мен де өзім ойнап тұрамын, плюс 35 дегеніне
кетіп қалдық қой уже жақсы деген. Сол секілді енді сол қанша команда бар, ол өңірдегі командалардың саны қанша? Көбейіп кеттіңіздер ғой сонда, сыймай кетті ғой енді былайша айтқанда. Жаңа деңгейге шығып жатсыздар ма елге? Иә, осы 2009 жылда 4 командадан бастағанбыз Астанада. Сол 2009 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 3800-дей командада бар. Бүкіл Қазақстан бойынша. Масқара 3800 деген үлкен цифр ғой бұл. 60 мыңнан адам аса ойнап жатыр, жылда сайын көбейіп жатыр. Мынау федерация құрғанымыз біз жаңа 2012 жылы Европаның несіне кіргенбіз құрамына. Федерация ВМФ мирдің федерациясына кіргенбіз, Европаның құрамына кіргенбіз. Әуесқой футболының арасында. Енді содан бастап жұмыс істеп келе жатырмыз. Енді олар айтты, если сіздер дамысаңыздар, федерация ашыңыздар деген бізге. Әуесқой футбол лигасы ол бола берсін деді. Бізде федерация болу керек деді. Соны енді 2023-те осыны ашып, енді аккредитация алуға жұмыс істеп жатырмыз енді. Ұсыныс өткіздіңіздер ме? Енді өткізіп жатырмыз. Ол негізі Қазақстан футбол федерациясына және тағы да қай жерге, министрлікке бересіздер ме? Иә, министрлікке береміз. Негізі былай көпшілікпен былай жұмыс істеп, сөйлесіп, доп ойнайды, футбол ойнайды, бәрі ойлайды да, мини-футбол, шағын футбол, футзал сияқты. Шатасады, иә, футзал, мини-футбол, былай тіке қарағанда шағын футбол, футзал, үлкен футбол бөлек нәрселер ғой. Үш түрлі, иә. Біз шағын футбол жасыл алаңда ойнаймыз, бірақ площадкамыз, жаңағы алаңымыз біз 20-да 40. 5-ші номерді 5-ші доппен ойнаймыз. Кәдімгідей үлкен футбол сияқты, бірақ екі есе қысқа бәрі. Адамдар да қысқа, жаңағы площадка. Жылдам әрі тез дегендей ғой, тамаша. Көргенге де енді динамикалық әдемі футбол болып жатыр. Соны енді мен ойлап отырмын ғой, енді Қазақстандық командалар осы бір интернетте, инстаграмнан көріп қаламыз, шетелге барып, бір Европаға барып жеңіп кетті, бір деп жатады. Сол сіздердің командаларыңыз ғой жай, Биосфера деген командалар. Биосфера, торговый дом Месиль деді ғой, біздің ең бірінші шыққанымыз жаңағы жеңісіміз 2016 жылы Венгрияда чемпион аталғанбыз, 32 мемлекет қатысып, чемпион Европа болғанбыз. Сосын Биосфера деген команда шықты Қарағандыдан. Мирда 2-ші орын алдық. Европада 3-ші орын алып жатырмыз. Әжептәуір жетістіктер бар екен. Жоғары деңгейде өтеді әлем чемпионаты. Жаңағы рейтингте ма? Әлем федерациясында рейтингте 2-ші орында тұрмыз. Европаның рейтингінде 4-ші болып тұрмыз. Осы жалпы мынандай бір сұрақ туындайды менде ше, осы әуесқойлар, жаңағы басқа да енді түрлі жарыстарда біз 2-ші орында, 3-ші орында жүреміз. Бірақ осы кәсіпқой футбол неге олай емес сонда? Айырмашылығы неде? Оны сол кәсіпқой футболдың басшыларына қою керек шығар. Масқара деймін де, сол бір подозрительный бірдеңе бар сияқты сол жерде. Бізде негізі балалардың талпынысы ең бастысы, ойыншылардың өзінің қызығушылығы да үлкен да, талпынысы зор. Олар мысалы шетелге барып, Баку қаласына, жақында София қаласынан келіп Болгариядан бір кәдімгідей ауыр тиетін нәрсе, мысалы біз қай жылы біз бір команда келді, 2-ші орын алып келді. Аэропорттан біз 5-6 адам ғана қарсы алдық. Сонда бұқаралық ақпарат құралдарына біз хабарлама жібердік. Бұл да елдің намысын қорғап келді. Қазақстанның атын шығарып жатыр, келіп бір қолдау көрсетіңдер, бір ауыз сөз жаза салыңдар, ештеңелерің кетпейді ғой деп осындай ұсыныс жасадық. Ешкім қимылдаған жоқ. Сол себептен мына жерде мен ойлаймын да, біз мына енді ресми тіркелмеген соң бізге кішкене көзқарас ерекше басқаша болады да. Енді мына федерациямыз ресми түрде тіркеп, аккредитациядан өтіп, мемлекеттің тарапына кіретін болсақ, онда бізге де көзқарас басқаша болады деп ойлаймын. Бұл сұрақты мына Әділбек мырза сізге қою керек қой енді. Бұл Қазақстанда бұл сонда жаңадан тіркелген спорттың түрі болып кіре ме сонда министрлікке? Көп қой бізде мысалға силак, пинчат деген сияқты неше түрлі спорттар болды ғой, 180-ге жоқ. Өткен жылы министр айтты ғой, мынандай
темірге айналып билейтіндердің спорты болды, неше түрлі 180-ге жуық. Солардың ішінде бар ма бұл мини-футбол, жоқ па? Негізі бұл министрлікте өзінің официальный сайтында e-спорт деген платформасы бар. Соған қарасақ 125 спорт федерациясы бар екен, аккредитованный, аккредитация алған. Соның ішінде біз қарадық, шағын футбол әрине жоқ. Біз енді массовый бұқаралық, бірақ не олимпийский вид, сосын енді біз мен жақында қосылдым командада, бірақ бұрын мемлекеттік қызметте жұмыс істегенде футбол ойнап жүрдік, қызмет картта жаңағы дамытып келе жатырмыз. Енді біздің жұмысты, ЛФ жұмысын, федерация жұмыстарымыз жұмыс істеп жатырмыз, бірақ көпшілік министрлік білмейді не істеп жатырмыз. Былай қарасақ, мынау e-спорт платформасында 125 федерацияның арасында осындай түрлері бар екен. Аккредитованный американский футбол деген. Сосын пинчак силак деген федерациясы бар, аккредитованный. Сосын бирманский бокс деген бар. Масқара, ол қандай? Білмеймін енді, неге шағын футбол 60 мыңнан жоғары халық Қазақстанда айналысады, шетелге барады, рейтингте екінші болады. Балалар бар, қыздар бар. Иә, балдар бар, детский футбол. Мировой рейтингте екінші боламыз. Біз енді аккредитованный, аккредитация жоқ біз. Сосын жаңағы e-платформада, e-спортта 170 жаңағы вид спорты бар. Соның ішінде де неше түрлі кикбокс 5-6 түрі, карате 5-6 түрі. Енді ол керек қоқшы шығар, бірақ ол енді... Бізде олардан кем емеспіз дейсіз ғой сонда? Иә, жоқ, біз енді үлкен басшылықтар айтып отыр ғой. Бұқаралық спортты дамытыңдар, мына жігіттер дамытып жатыр, істеп жатырмыз, бәрін істеп жатырмыз, бірақ бізді неге қолдамайтынын білмеймін да. Қазір енді біз шамалы шығып, кеше ғана депутаттың алдында дөңгелек стол өткізіп, көрсеттік та, жан-жақтан телефон... Түсіндірдіңіздер ғой, былайша айтқанда. Иә, жан-жақтан телефон шалып жатыр. Маған да Ерекеңге айтып жатыр, сіздің жұмысыңыздың қызық екен, біз қалай істеп жатсыңдар, не істеп жатсыз? Алматыға ертең декабрьде үлкен форум болады, соған шақырып жатыр уже. Жоқ, ол біраз депутаттар да, біраз мықты мінберде жүрген кісілердің бәрі ЛФ-ті ойнайды ғой, мысалы, біразы. Олар да білу керек қой деп ойлаймын да. Қаншама. Сосын мынау енді қазір осы түсінбейтінім осы мынау мысалы Таразда дейік, Шымкентте дейік, осы өңірдегі Орал, Атырау, басқа да қалалардағы әуесқойлар лигасы дегенде сонда сіздердің ұйымдарыңыз ғой, иә? Бәріміз филиалдарымыз. Өзім осы 2012-ден бастап бүкіл Қазақстан төңірегіне барып, танысып, кім немен ойнап жатыр, қалай ойнап жатыр, біреусінде бар, біреусінде жоқ. Сол біздің өзіміздің жаңағы 2012 жылы Прагада 3 күн отырып, түнгі 11-12 отырып, осы правиланы енгізгенбіз. Бәріміз 16 мемлекет енгізгенбіз. Соны бүкіл бәрін жаңағы правиланы алып, бүкіл Қазақстан төңірегіне танысып, жаңағы кім мини-футболмен айналысып, танысып, солармен бүкіл осы правиланы енгізіп, таныстырып, түсіндіріп, соның бәрін өзімнің құрамына алып, жаңағы филиал ашып, 2012 жылы бүкіл Қазақстан аралап шыққанмын. Соның еңбегі қазір бүкіл Қазақстан жаңағы өндіріктері 3800 команда деген сол жақтан шығып отыр ғой. Бізде мысалы жылда республика біріншілік өтеді. Жазғы турнир, қысқы турнир. Соған бір келіп көрсеңіздер, мысалы көрермендер болса, келіңіздер, тамашалаңыздар. Өте жоғары деңгейде ойындар өтеді, тартысты ойындар өтеді, қызықты ойындар өтеді. Енді мынау мен мысалы өз ойыншы ретінде айтайын, амбассадор ретінде айтайын, біздің жаңағы істеп жатқан осы өзіміздің ұжымның істеп жатқан жұмысы еңбегі зор, және де оның істейтін екінің бірінің қолынан келе бермейтін нәрсе де, өйткені жан тәнімен салынамыз да біз. Әрине. Мен бір рет осы байқаусызда енді басқа бір іссапармен Ақтау қаласына барғам ғой. Сол жердегі әуесқойлар лигасының матчына барғам. Ардагерлер ойнап отыр да. Анау зал деген полный ғой, кәдімгі адамдар. Кейбір жерде билет сатып кіреді дейді ғой, масқара. Жаңа бала шағасымен келеді. Ол мынау жасы ұлғайған кісілерге де ермекті әдемі. Қолын жаңа жастарға да бос жатпайды. Неше түрлі қылық-мылықтарым айналыспайды, әйтеуір спортқа бейімделеді. Бұл негізі өте дұрыс нәрсе ғой, әуесқойлар лигасы деген ол қаншама денсаулық сақтауға қаржы бөлінеді.
соның бір әшейін пайызы осы мини футболға бөлінсе, әуесқойлар спортпен айналысып ауырмай-ақ пайдасы көп. Пайдасы былай да көп. Сосын мысалы жаңағы кәсіби футболда жолы болмай қалған, бағы ашылмай қалған екінің бір футболист болмайды ғой. Соны айтам, футболшылар көп. Олар далада қалмасын деп біз осындай алаң ашып отырмыз. Олар кәдімгідей қызыға келеді бізге, қуана келеді. Ұлттық құрамада ойнайтын біраз футболшылар бар ғой, Мұрат Ілеш. Бізден шыққан, әуесқой футболшылардан шыққан, сол жақта оны да атап өткен дұрыс. Сосын мен осы биылдан бастап ойнап жүрген кезде ЖБ деген доп бар ғой, соны осы мини футбол федерациясының бренді деп естідім, сол рас? Осы біздің футбол федерациясының бренді ЖБ футбол добы 4-тік, 5-тік та бар. Футзалға да арналған, өте сондай ерекше бір технологиямен жасалған, және де қазақи нақышталған, ою таңбалар бар. Ою таңбалар, нағыз қазақи продукт, өзіміздің made in Қазақстан деп шетелге де танытуға болады да бұл. ЖБ Берен деп аталады екен, иә? Күшті, тамаша. Бұл енді түбі тек қана әуесқойлар лигасы емес, кәсіпқойлар лигасына да кетіп қалды ма? Иә, кетіп жатыр уже. Федерация алып жатыр. Осы жағы 11-ге 11 ашып, әуесқой футбол лигасы деп федерация футбол ұйымдастырып, осы ЖБ-дің 100 добын алып, осымен ойнап, бәрі риза болады. Ана жаңағы осы жуырда Талдықорғанда өтті ғой финалдық кезеңі, әуесқойлар 11-ге кәдімгі үлкен футболдан. Оны сіздер ұйымдастырған жоқсыздар, иә? Жоқ, біздің қатысымыз мүлдем жоқ. Ол федерация футболға өздері ұйымдастырып жатыр. Бірақтан бізге сөздері көп тиіп жатыр. Қаншама ана бір қақпашы ойнай алмай қалып, Шымкенттің командасын шығарып жіберіп, 3-0 жеңген, 3-0 техникалық поражение берді деген, оны бүкіл сайттарға шықты. Оны сіздер емес, жоқ, біз емес. Түсінікті. Енді бәрі енді әуесқойлар дегеннен кейін сол сөздер. Әуесқой футбол деген бізге брендке айналған ғой, біздің брендке. Сол шатасады да көбісі бізден сұрайды. Айғай-шу болса, бір дауа болса, бәрі мыналарың не деп бізге сұрақ қояды. Біз айтамыз, біздің қатысымыз жоқ оған. Олар неге онда әуесқой футболшылар деп аталады деп біз тағы да сұрақ қояды. Қазақтың сөзі ғой. Жоқ, қазақтың сөзі ғой, пайдалануға болатын шығар. Біз енді 16 жыл әуесқой футбол лигасы болып келе жатырмыз. Басқа да қазақтың жақсы сөздері бар ғой. Кәсіпқой емес деген. Кәсіпқой емес, футболға меніңше былай уже көпшілікті уже таныстыру керек. Шағын футбол, мини футбол айту керек та постоянно. А то көп үлкен кісілерді анау мемлекет қызметтер жүргенде мини футбол, футзал бірдей емес па? Соны айтам, түсініңкіремейді ғой. Поэтому жаңағы айту керек. Шағын футбол, мини футбол, все. Шағын футболдан әуесқой футбол лигасы. Сондықтан осындай подкасттар ұйымдастырып, бағдарламалар, Инстаграм арқылы жеткізіп, әлеуметтік роликтер жасау керек қой демек. Сонда бұл мини футболдың федерациялар бүкіл әлемде жалпы көп қой сонда? Қанша бар? 90-ға жуық бар? 96-дай жуық бәрі федерация ашылып алған. Соның өзінде жаңағы біздің Чехия, Румыния, Азербайжан, Словакия, жаңағы Германия, бүкіл көп мемлекеттер, арабтар, бәрі жаңағы федерация, аккредитованный федерациялар олар. Заңды түрде өз елдерінде. Өз елдерінде кәдімгідей жаңағы сборныйға жарысқа келген кезде әрі өзінің тренері бар, помощник тренер бар, массажистер бар. Ұлттық құрама десеңші? Кәдімгідей аналитигі бар, сосын протокол жазатын өздерінің адамдар бар. Біз енді өзіміз қаражатымызға барамыз, әркім команданың өзінің қаражатына барады, біз оргкомитет өзіміз қаражатымызға барамыз, бәріміз өзіміз жүгіреміз жерде, өзіміз протокол жазамыз, өзіміз не қыламыз. Біздің жаңағы федерациямызды ресми түрде тіркелсе, ресми түрде ол біздің мүмкіндігімізді арттырады да. Біз мысалы демеуші тартып деген сияқты. Демеуші бір бөлек. Біз ертең мысалы осы жаққа әлем чемпионатын ұйымдастыра аламыз. Мысалы Европа чемпионатын Қазақстанда ұйымдастыра аламыз. Міндетті түрде ресми түрде шақыру жібере аламыз командаларға шетелге. Ол да үлкен дәреже, ол да үлкен көрсеткіш. Ертең мысалы ол да жарнама. Ол біздің Қазақстанда Астананы жалпы қай қалада өтсеміз жарнамалау бір жолы. Туризм ол деген туризм, мысалы Бакуда болды, қандай керемет деңгейде істеді Бакуда, әлем чемпионаты, қаншама туристер болды. Биылдан бастап осы
жаңа президент келді ғой, федерацияға Марат Омаров. Осы биылдан бастап бізге сол кісі көмектесе бастады. Жаңа жол қаражатын бәрін көмектесіп. И осы жыл келесі жылда береміз деп жатыр. Қолдап жатыр. Ол кісі қаншама президенттер болды, дейлер. Ол жаңа аккредитацияны федерация бермей ма? Жоқ, министерство береді деп не алып жатыр енді сол министерствоға. Ербол Мырзабосынов береді ғой демек. Уполномоченный орган сол ғой, спорт федерациялары. Тамаша. Енді федерациядан өтініш жасадыңыз федерациядан бізге қағаз керек, енді қарсы емеспіз. Бұлар болсын, аккредитованный федерация болсын деп сондай бір үлкен бір қағаз керек. Естіп отқан кісілердің құлағына алтын сырға. Бәрекелді. Ол жаңағы әлем чемпионаты деген сияқты, Европа чемпионаты сияқты әрі дода болатын болса, құрлықтық. Мысалы, Астанада өткізу керек болса, оны қандай жерлерде ойнауға болады? Енді біздің жаңағы аламыз жекпе-жек бар, и Барыс арена бар. Футзалды қай жерде ойнауға болады, сол жерде мини-футболды ойнауға болады десеңізші. Әрине. Оның бәрін алып тастап, жаңағы шөп төсеп, LED экрандардың бәрін қойып, бүкіл жаңа өзімізде 4-2 вороталарымыз бар. Соларды қойып, в принципе, жаңа Словакияда өтіп жатыр, хоккей аренада, неде Азербайжанда жаңағы гимнастический атлетикада өтті. Сосын бізде мысалы лигамызда халықаралық деңгейде төрешілік ететін төрешілеріміз де бар. Сол жақта жарыстарға барады. Иә, өте жоғары деңгейде қызмет атқаратын төрешілеріміз бар. Өзіміздің жаңа төрешілер мектебі бар кәдімгідей. Өзіміз оқытамыз, өсіреміз, жетелейміз. Сондықтан оны мынау жұмыспен қамтамасыз ету жағынан жұмыс атқарып жатырмыз. Бар ғой, мен сізге айтайын, сол әуесқойлар лигасында төреші болып жүрген біраз жігіттер КФЛ-де төреші болып жүрген. Соны айтамын ғой. 2015 жылы бізде Черногорияда чемпионат Европа болған кезде, если қателеспесем, 23 па жаңағы төрешілер болды. Соның ішінде Салимов Валерий біздің жаңағы біздің бас төрешіміз, сол жерде лучший судья болды. Масқара, күшті. Лучший судья аталды, приз алды. Өте ағылшынша күшті сөйлейтін болып тұр ғой демек. Дұрыс, тамаша бұл деген керемет. Мысалы, осындай жетістіктерді көбісі естімейді. Сіздердің айтып отқан әңгімелеріңіз бар ғой, үлкен футболдан асып баратсыздар ғой. Соны айтамын. Шағын футбол. Желіп, бастап келе жатырық десеңіз. Қарапайымыз ғой, қарапайымыз. Бәлендей құтырмаймыз. Мен енді футбол саласында жүрген журналистпін, енді қаншама жаңалықтардың бәрін біліп отырамын, бірақ енді осыншама деп ойламадым, расын айтқанда. Мына жерде енді мынау презентацияларыңызды көріп отырмын. Junior балалар футбол лигасы деген де бар екен. Бұл жалпы кімнің идеясы, бұлды күшті ма сонда? Негізі деймін, ол қазір мына балалардың бәрін біз футболға бердік деп жібереміз, бірақ бір күні тренировкаға барып қарап қалсам, осындай 20-да 40-тың ішінде доп тебеді ғой бәрі. Қазақстанда ең көп алаңдардың бірі сол ғой. Енді бәріміз өздеріңіз менің балам мини-футболмен айналып жүр деген сөз ғой, демек. Балалар үйден шыққан кезде сразу үлкен алаңға барып доп теппейді. Ол үлкен алаң бізде санаулы жоқ, кіргізбейді, болған өзінде жерге кіргізбейді. Бәрі сол мини-футболдан бастайды. Мини-футболдан бастағаннан кейін сол жерден жаңа өзінің дәрежесін көрсетіп, ары қарай жаңағы үлкен футболға да барады. Үлкейе береді. Мынау сонда кәсіпқой футболдың алғашқы баспалдағы екен ғой. Алғашқысы. Осылай түсіндіріп айту керек. Астана қаласында 160 команда бар біздің баланың өзінің. Бұларда сандары өте. Оның да Қазақстан чемпионаты болып жатады шығар бір жерлерде. Ертең Алла жазса Дастандай, жаңағы Шерхандай азаматтар шығады әлі де. Құдай амандық берсін. Олардың да біразы негізі осындай лигаларда ойнаған ғой, аулаларда ойнаған. Мысалы мен білетінім, мен өзім көрген нәрсені айтып отырмын. Алматыда осындай дворлар көп қой, сол дворлардың ішінде Айбол Әбікен, Қуаныш Сәбетов деген футболшылардың бәрі сондай двордан шыққан ғой. Сол жерде көзге түседі ғой балалар футбол. Дұрыс, тамаша. Енді мына жерде осы жақын аймақта жатқан біз енді Орта Азия деген аймақтамыз ғой енді. Осы жерде бұл мини-футбол, мысалы, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан жақын арада бар ма? Бұл жолдастық матчтар өткізіп, Қазақстан құрамасы деген секілді ойындар өткізіп тұруға болатын шығар? Иә, ол жақында Өзбекстанда болды. Өзім жаңағы Өзбекстанға өзіміз
мемлекетке көмектестік. ЛФ жаңағы форматта мини футбол ашқызып, сайт бердік, приложение бердік. Бүкіл жаңағы бізден опыт, енді біз баяғыдан 2009-дан жұмыс істеп келатырмыз ғой. Олар жақында осы биыл ашылды. Бәрін көмектесіп бердік. Оларда қазір уже 3 лига болды. 3 лига. Оларда 12 командамен бастаған. Екінші сезон уже 3 лига оларда. Жоқса да Өзбекстанда әуесқойлар лигасы болмаған, сіздерден көмек сұрап біліп отырмыз. Өзбекстан, Қырғызстан. Масқара нәрсе. Өзбекстанда 40 миллион ба, 45 миллион адам тұрады. Жартысы футболист емес олардың деймін, командалар көп. Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай, Саудовская Арабия, жаңағы Пакистан, солар бәрі сол бізден қазір көмек сұрап, біз командировкаға барып көмектесіп отырмыз. Тамаша, орталық Азияда тәжірибе державасымыз десеңші. Сол мен айтамын да, бүкіл басқа мемлекетке біз өзіміздің ұсынымыз көрсетіп, олар сразу жаңа Әзербайжанға көмектестік. Олар сразу алып, мемлекеттік деңгейін көрсетіп, уже аккредитация алып, осы жоғары ретінде қазір чемпионат өткізді. Өте жоғары ретінде. Біз үлкен жұмыс жасап жатып, бізді көрмейді да, сол бізді аккредитацияламай жатырмыз десеңші. Өзіміз аккредитацияламай. Парадокс. Рұқсат болса тағы да бір айта кетейік. Біздің ақпараттық демеушілеріміз бар, ақпараттық серіктесіміз бар. Өзі жалғыз бір арна бізді қолдап, әйтеуір біз жайлы айтатын сол Казспорт арнасына да үлкен алғысымыз шексіз. Сондықтан рахмет оларға да. Енді Қазақстан чемпионаты өтеді деп қалдыңыз ғой, мен де естіп қалам, арасында шоу матчтар болып тұрды, оларға да мен шақырып тұрады, енді танымал адам болғаннан көрдік. Сол секілді соңғы рет 25-ші жылы Алматы қаласында өтіпті дейді. 84 команда қатысқан ба сонда? 84 командада қатысты. Бүкіл ауыл арасында чемпиондары, облыстың чемпиондары, қаланың чемпиондары бәрі келді. 84 команда жинап, бүкіл осы чемпионатқа қатысты. Сол кезде жаңағы маған видео жіберіп жатыр, қалай көріп жатқан. Бізде енді трансляция ютубта жасаймыз ғой. Ауылда үлкен жаңағы экран қойып қойып, площадьта қаншама анерде өтірік соқпасам, бір 3000-дай адамды көрсетті маған, қалай ауылдың осы көрсетіп жатыр да. Жанкүйерлік өзім көріп, сондай нәрсеге риза боласың, риза боласың, әрине. Халықтың қолдауы бар, әйтеуір. Халықтың қолдауы бар. Ойнайтындар да көп болып тұр ғой. Ойнайтындар. Сонда негізі жаңағы, мен мысалы плюс 35-те ойнап жүрмін ғой. Одан кейін де бар ғой негізі 40-45, 40-45, сол 45-ке тоқтадық. Енді ауыр тиіп кететін шығар деп, 50 ауыр тиіп кететін шығар. Енді 50-де де ойнайтындар көп. Бар, Чимкентте көп, осы Астанада Афал деген лигасында ойнағандары бар. Енді біз жаңа 45-тен тоқтадық енді, білмеймін қазір. Бірақ ойда бар. Ойда бар енді. Өйткені өзіміз 50-ге аяқ бастап жайлап келе жатырмыз десеңші. Бір 5-6 жылда барып қалам менде. Әмин. Тамаша, керемет. Енді мынау түбі негізі осы футзал дейміз, мини футбол дейміз, олардың да енді расын айтқанда дамуы бір күнде пайда бола қалған жоқ қой. Біртіндеп басталып келді. Ұлттық құрамамыз ойнады, футзалда мысалы бразилиялықтар келді дегендей. Бұл мен енді қазір шамамен сол мини футболды әлемде ең қатты ойнайтын солар шығар деп ойлап отырмын, бірақ қателесуім де мүмкін ғой енді. Мини футболды кім жалпы қатты ойнайтын осы әлемде? Мықты ұлттық құрамасы бар. Ең әлемдегі Чехия, Румыния, Португалия, жаңағы Мексика өте жақсы ойнайды. Бразилия жоқ па не? Бразилия бар, но рейтингтері әлі төмендеу. Біздің жаңағы Қазақстан, Англия болу керек қой. Енді Англия үлкен дамыған футболдар, мини футболда кішкене төмендеу. Германия, Испания, өзіңіздің қолыңызда тұр, рейтинг сөйерде қай жақта көре салсаңыз да болады. Венгрия бар екен, Чехия, Словакия, Сербия, Қазақстан, Әзербайжан бар екен, Болгария, Черногория, Грузия, Украина, Бельгия, Босния, Херцеговина дейді. Италия бар екен. Италия да жаман емес, Келесі Европа чемпионатында Словакияда болады. Словакияда болады.
Братиславда майда болады, құдай қаласа. 28-ші жылы біз осы өзіміздің Европаның чемпионатын өткізуге Қазақстанға заявка бердік. Соны енді құдай қаласа аккредитация алып алсақ, бұл Европаны без аккредитация қиын жасау, өткізу мүмкін емес деп ойлаймын. Бұл мемлекет қолдау әрине керек, ондай үлкен чемпионат жасау үшін. Сонда жеңіп алуға болатын шығар ол енді Барыс арена жекпе-жек деген енді әлемдік стандартқа сәйкес спорт кешендері ғой. Жоқ, демеушілер болса, аккредитация алсақ, демеушілер болса, біз үкімет тарапынан қолдау болса, мини-футбольный арена салуға болады. Иә. Өзі отдельно арнайы. Негізі жоспар көп, жоба ой көп, оның бәрін іске асыруға бір қолдау керек та үкімет тарапынан. Құдай қаласа жаңағы декабрьде біздің федерация, ЕМФ-ның федерациясын шақырдық. ЕМФ деген Европа федерацияның футболдың басшылығын, президентін шақырдық. Осы біздің жаңағы алаңды көрсетіп, жаңа министрмен таныстырып өткізейік деп жатырмыз, кездесу не болып жатырмыз. Құдай қаласа бәрі жақсы өтсе, сол 28-ші жылда құдай қаласа осы өткіземіз. Шанс бар десеңші. Тамаша, ол деген керемет нәрсе ғой. Қазақстанда енді мен әуесқойлар лигасы дегенді енді расын айтуымыз керек. Бізде мысалы өзіміздің үйде де ойнайтын адамдар бар. Жан-жақта осы Қызылордаға барған кезде көрем, масқара даңқ кеткен. Олар YouTube арналарына подкаст түсіріп жатыр ғой, әуесқойлар лигасында дегендей. Оңтүстік Қазақстанда, Батыс Қазақстанда өте жоғары дамыған. Масқара, иә. Сосын бір естіген әңгімем, осы Ақтауда бір кісілер, бай кісілер сөйтіп бір-бірімен жарысады екен де, жаңағы өзінің командасына мықты футболшыларды алып, ақша төлеп, кейбіреуіне айлық береді екен. Трансфер жасайды кәдімгідей. 300 мың, 400 мың теңге айлық алады дейді. Рас. Масқара. Сол ана баяғыда Алматыда да көргем, жаңағы банктердің командалары болатын еді ғой, әуесқойлар лигасында. Әлі де бар ғой мысалға. БЦК. Ол деген дұрыс нәрсе ғой. Қызметкерлер ойнайды. Нені білдіреді? Жаңағы ақша төлейді деп, зарплата төлейді деп, жалақы. Ол нені білдіреді? Ойыншының деңгейі жоғары екенін көрсетеді. Сол себептен жалпы лига ойыншыларының арасында өте тәжірибелі, шеберлі ойыншылар көп. Ол ертең мысалы біздің құрамаға да пайдасы, ұлттық құрамаға да пайдасы тиюі мүмкін. Физикалық тұрғыдан, тактикалық, стратегия, оның бәрін меңгерген ойыншылар көп. Рональдиньо, Марсело деген футболисттер осы мини-футбол ойнаған, футзал ойнаған. Бразилияның көп футбол бәрі көшеден шыққан ғой. Енді мынау 8 және 13 жастағы балалардың арасында мини-футболдан балалар турнирлерін өткізіп әдеге біз келесі өткен аптада біз үлкен федерациямен жиналысты өткізіп, оларда бізге айтып отыр, енді сіздің шағын футбол федерация болсаңыз, мынау күттай балдардың 8-13 жасындан арасында сондай бір чемпионат өткізіңдер. Бұл республика, Қазақстан бойынша. Сол біз келістік, келесі жылы енді бастаймыз қоя қаласа. Соны енді олар өздері талап етеді, үлкен федерация. Мынау күттай балдарды өсіріп, жаңағы орысша айтқанда технически грамотных футболистов жаңағы өсіріп, өндіріп, сосын уже үлкен футболға профессиональный жағына шығартуға көмектесін деп бізге айтып отыр. Енді дұрыс қой, жаңа Ерек айтты ғой, күттай бала жаңағы үйдің қасындағы площадкаға шығып, енді үлкен площадкаға шыға алмайды ғой. Үлкен күттай площадка, мини-футбол бастап, сосын мектепте ойнайды, мини-футбольный площадка, бәрі өсіп, сосын осындай жарыстар болып жатса, жарысқа қатысып, уже отбор болады. Отбордан уже үлкен нелер профессионализм өседі, олар өсе береді профессионализм. Уже үлкен профессиональный футболға кете береді. Кішкене адаптация, біз енді оған дайынбыз. Кейбір мынау спорт жаңағы қазір әуесқойлардан бөлек жаңағы частный школдар дейміз ғой. Солар осындай 4 бұрышты мини-футболдың алаңында жаттығады ғой. Сонда айтам, кейбір командалар сол қалада болса, мысалы Атырауда болса, Атыраудың ішінен шықпай, сол жерде жарыста жүре береді ғой.
Соларға да бұл керемет мүмкіндік қой. Басқа қалаға барып, жарыстар, басқа өзге командаларды көріп, вообще бір жарым жыл бойы ешқандай жарысқа қатыспайтын командалар бар. Құр тренировка жасап жүреді. Соларға да бұл таптырмас нәрсе, сондықтан бұл негізі өте керемет идея. Егер осыны 8 және 13 жастағы балалардың арасындағы жарысты іске асыратын болса, ауылдардың арасында, аудандардың арасында моноқалаларды өткізсе, ол мүлде керемет болады деген ойдамыз. Өйткені мен өзім Қазақстан футбол федерациясында істеген адам ретінде айтайын, бұл идея болған негіз бізде. Ғылыми методология бойынша 8 бен 12 жастың ортасы бұл футболшы болу үшін іріктеуге, сұрыптауға керемет жаста. Енді оны жасақ десек, ресурс жоқ Қазақстан футбол федерациясында. Бізде бар. Сол сіздерді 25 филиал бүкіл қалада адамдарыңыз бар. Бір чатқа жазып жіберсеңіз ары қарай ел болып кететін сияқты менің ойымша бар ғой. Иә, бастасақ болды. Соны өйткені айта кететін бір әңгіме бар. Мысалы біздің ауысқой лигада мини-футбол жаңағы чемпионаттар өтеді ғой. Астанада мысалы КТЖ-нің командасы, телекомның командасы, навигацияның командалары ойнайды ғой. Бүкіл сезонда ойнап, жаттығу жасап, сосын өзі Европаға неге шығып, өзінің арасында, КТЖ-нің арасында, навигацияның арасында, олар қазір бірінші рейтингте бірінші болып тұр. Жақында дейміз осы мына пожарниктер дейміз, милициялар бір жерден жеңіп келіп жатыр деген солдан екен. Олар енді лигада ойнап жүргеннен кейін тұрақты практикасы бар. Күніге ойнап жүріп, тренерлері бар ғой, біраз команданың негізі бар ғой. Өткен жылдары мына ұлттық құрамада бапкер болған кісілерде негізі ЛФ-те қазір бапкер болып жұмыс істейді, мен сіздерге айтайын Алматыда. Көреміз оларды. Жалақы алады деген сияқты осындай. Енді өте керемет, бұл әңгімеміздің соңында енді қорытындылап айтатын болсақ, расын айтқан кезде ұлттық құрамалардың кейбір мысалы мемлекеттерде футзалдан көп келеді. Балтық теңізінің жағасындағы мемлекеттерде футзал ойнап келіп бар футболист болып кететіндер бар. Кейбір жерлерде жағажай футболынан келеді, Бразилия мен Португалия деген жерлерде мысалы да. Ол енді сол мемлекеттің спецификасы ғой. Ал біздің Қазақстанда Қазақстан футбол мап деген бар, карта. Соның ішінде осы жаңағы сіздердің айтып отқан 20-да 40 жаңа коробкалар бар ғой, дворлардың ортасы. Кез келген Астанадағы үйлердің ортасында бір жасыл алаң бар. Ол деген сіздердің таза инфрақұрылымдарыңыз, былайша айтқанда, дамып кеткен. Оны қатты бір қиын жағдайда емес, қыстың күні де ойнауға болады, жазда да ойнауға болады дегенде. Сондықтан осы спорт мынау кішкентай балалардың үлкен мынау бұқаралық массовостьке алып келу керек қой. Өйткені Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза айтты, бұқаралық футбол, балалар футболы одан ары қарай даму керек. Осының ішінде сіз қазір мысалға 100 мың бала қатысып жатса, ол 500 мың болса, оның ішінен артында уже бір футболист емес, 5 футболист шығады дегендей ғой енді. Бір команда шығару болады. Енді жалпы енді саны 5 есе көбейеді ғой. Тағы да айтуға болады, мысалы үлкен федерацияның бір жобасы бар, УЕФА-мен бірігісіп жасап жатқан. УЕФА арена деген. Ол қандай жаңа жоба? Бүкіл Қазақстанда, ауылдарда, мектептің қасында нелер бар, алаңдар бар. Мини-футбольный. Олар енді ешкім қарамайды, бюджет жоқ, не жоқ. Олар өзі келіп, федерацияның адамдары келіп, дұрыстап әдемілеп, современный жаңағы покрытиясын жасап кетеді. 100 поле, 2 жасады, 98 поле жасайды. Бізде оны айттық. Біз давайте, бізде өңірлерде бізде филиалдар бар, оны контроль қалайық. Біз министерствоға звондап, согласование жасап, федерациямен сол жобаны бірге асыратын болатынбыз. Тамаша, ол Қазақстан футбол федерациясы сіздермен бірлесіп жұмыс істеу керек деп ойлап отырмын мен. Бір неде қайықта кетіп жатқаннан кейін бәріміз бірге жұмыс істеп бірлік болса, кемедегінің жаны бір дейсіз ғой. Бастысы қазақ футболын дамыту. Өте дұрыс, тамаша. Енді Қазақстан мини-футбол федерациясы құрылған екен, оның Қазақстан аумағында жарыстарды ресми түрде өткізуге аккредитация алу ғана қалып тұр ғой. Болды. Енді менің тілегім сол аккредитация алыңыздар, федерация болып дүркіреп, әлем, Европа чемпионаттарын өткізе беріңіздер. Қазақстандағы футболдың дамуына зор үлес қосып жатсыздар деген ойдамын. Мен өз басым осы лигада ойнап жүрген адам ретінде білемін.
өйткені барлығы да кәдімгі гол ұрсаң дикторлар айтып жатады ғой кәдімгі Астана аренадағыдай. Кәдімгідей хабарлап отырады. Иә, оның видеосы шығып жатады. TikTok, мынау YouTube, Комментаторлар бар өзі. комментаторлар. просмотр қанша? Масқара. Мен комментатор болады деген жас студенттерін сіздерге жіберіп тұрайын онда. Тегін кәдімгі жұмыс күші сіздерге. Практика ғой. Иә, журналистер Тәжірибе жинайды. Ол деген керемет нәрсе ғой. Қазір бірден бараса олар Қазспортқа отыра салмайды ғой эфирге. Мына жерден тәжірибе жинап барады. Сондықтан осындай жерден бастау керек. Өте тамаша. Төрешілерді де дайындап жатсыздар, комментаторлар, спорт тілшілері де келіп жатыр. Жалпы Қазақстандағы футболдың дамуына зор үлес қосып жатсыздар деген ойдамын. Бүгін енді бағдарламамыздың соңында осы федерацияны дамытып, одан ары қарай үлес қосып жатқан ағайындарға да зор алғыс айтқымыз келеді. Істеріңіз алға баса берсін. Рахмет. Ал қадірменді оқырмандар, көрермендер, осы видеоның астына егер де өміріңізде қайбір периодта екенін білмеймін, әуесқойлар лигасында доп тепкен болсаңыз, олар жайлы білетін болсаңыз, жылы пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және мини-футбол федерациясы туралы пікірлеріңізді, аккредитация алу бойынша да жақсы пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Барлықтарыңызға рахмет. Студияда болған мен Ермұхамед Мәулен. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын.